Бәріңіз сәлемдер, сендермен Асхат. Бүгін Skibidi Toilet'тің 66-шы сериясын сендермен бірге талқылайтын боламыз. Кеше түнде Skibidi Toilet'тің 66-шы сериясына реакция түсірген болатынмын. Сендерге өте ұнады ол видео. Сондықтан да мен енді қазір сендермен бірге ол видеоны талқылайтын боламын. Ол жерде кішігірім пасхалкілер болды. Не болды, соны қазір айтып беретін боламын. Егер мен сәл шатасып жатсам, комментарийға жазып кеттер, маған көмектесіңдер. Менде тағы 2-3 теориям бар, оны видеоның соңында айтып кететін боламын. Ал біз сразу видеоны бастайық, көп сөйлемей. Ал сендер видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Осы 3 нәрсені істеп кетіңдер, пожалуйста. Достар, 66-шы серия үлкен соғыстан басталады. Бұл жерде Skibidi Toilet'тер мен камерамендер барлық жер от болып жатыр. Бізді сразу жаңа камера ракетамен таныстырады, бірақ біз оны 3 секунд көреміз, бұны сразу жарып жібереді. Видеоны жай жүргізген кезде біз спикер унитазды кездестіреміз. Бұл спикер унитазды ескі сериясында бізді көрсеткен. Сосын біздің операторымыз Skibidi Toilet'ті бластер лазермен атып тоқтатып қояды. Сосын машинаның артына тығылған кезінде планшетіне сообщение келеді. Планшетінде G-Man мен Zoom ғалым титандарды ұтты деген сообщение келеді. Бұл сообщение өтірік, достар. Неге екенін видеоның соңында айтам. Мынақта жасыл свет жанып жатыр. Ол дафактың келген сигналы, Сосын камерамен мен біздің оператор, бұны естеді да, жынданады да, сразу Skibidi Toilet'терге жапсады ғой. Сол жақта, оң жағыңа қарасаң, мынақта пышақ береді да, пышақпен тығады. Ол пышақты дафак береді. Неге десеңдер, ол сразу жоғалып кетеді ғой, достар. Сосын біздің оператор жалғастырады. Бәрі жынданып кетіп баратыр. Сосын сол жағына қарап қалса, Skibidi Toilet шығады. Бұл Skibidi Toilet'ті біздің спикермен мен спикер-вумен сразу пышақтап тастайды да, біздің оператор жалғастырады жүгіруді. Сосын тағы да бір Skibidi вертолет шығады да, ол Skibidi вертолеттің көзіне камера-вумен көзіне бір лазерді атады да, и біздің операторымыз жүгіруді жалғастырады. Сол жағымызда біздің Skibidi монстр шығады да, оны тағы бір Skibidi соғады. Ал ол біздің TV-вумен екен ғой, оның мина мініп алғанше. Сосын бәрі жиналып, роднойлар, қалайсыңдар деп бәрі қуанып атқан кезінде жаңа Skibidi босс шығады. Ал енді бұл Skibidi боссты кім ұтады деп ойлайсыңдар? Әрине, достар, біздің Вантус телепортымыз, Вантусмен деп атайын бұны. Бұл Вантусмен, бұл жерге келеді да, өзінің күшін көрсетеді. Байқағандарындай TV-вумен жақтырып тұрған жоқ Вантусты. Себебі Вантус, мен өзім-ақ өлтіре алатын едім да, телевизорше. Бірақ біз білеміз ғой Вантус серьезный адам екенін. Неге Вантустың серьезный адам екенін айтып кетейін. Қараңдар, мынау спикермен любой адамға қолын бере бермейді. Ескі серияларында, мысалы, біздің операторымыз қолын бүйтіп атқан, қолымды берші деп атқан кезінде, оны менсінбей қолын ұрып жүрген. Ал мынау жерде роднойым деп атыр. Значит, біздің Вантусменіміздің авторитеті бар, Сосын, бұл жерге сразу Skibidi монстрлар пайда болады, Бұл андай неден шығыватыр ғой. TV туманнан шығыватыр ғой. И ол TV туманнан шығыватқан кезінде біздің қыздарымыз қашып кетеді, базасына. Мынақта байқасаңдар, TV-мен Вантусменге айтып жатыр, кетіп қал мына жерден ақмақ деп. Вот прям өстіп ағылшынша айтады. Видеоны артынан бетіп тыңдаған кезде комментарийді көпсі айтып маған, Асхат, осы видеоны артынан реверспен, көр деді да, сол кезде сен ағылшынша сөздерді естесін деді. Мен ағылшынша сөздерді естім да, бұл жерде TV-мен Вантусменге, айтады, кетіп қал, ақмақ дейді. Сол үшін Вантусменіміз ойланып кетіп қалады, И спикерменді біздің TV-меніміз алып кетеді.
Сол жаққа қарасаңдар, мына жерде TV бос деп мен қуандым ғой реакцияда. Бұл короче ескі сериясында көрсеткен біздің TV, анау 5 басты TV-иміз ғой, просто бұл қазір неге 4 телевизорын жоғалтқанын оны түсінбедім. Ол короче үлкен объекттерді өзімен бірге телепорт жасай алады ау деймін. Себебі бізді контейнерге салып алады да сразу алып кетеді. Байғұс, осы жерде мен ештеңені түсінбедім. Неге мынаны бірден өлтірмеді. Бірақ бұл мен очки киіп алдым деп айтты. Очки киіп алды да осы Skibidi Toilet. И мен очки киіп алдым деді. Сосын бізді короче TV мендердің базасына алып келеді. Бұл жерде бізді ешкім жақтырып тұрған жоқ. Бұны сендер мынау барлық серьезный түрлерінен байқасаңдар болады. Біздің қыздар уже базаға кеп қойған. Сосын достар, бізді TV ғалым күтіп алады да бізді гипноздайды. Неге гипноздайтынын мен түсінбедім. Бұл жерде үлкен босс бар ау деймін. Осы үлкен светінен түсінуге болады. Бұл біздің TV босс екенінше. Келесі серияда бізге осы TV боссты көрсету мүмкін, әбден мүмкін. Бірақ ендігі видеоның аты The Final Battle Begins деп жазып қойыпты достар. Бұл ағылшыннан переводтаған кезінде соңғы соғысты күтіп отырсыңдар ма деген сұрақты қойып жатыр автор бізге. Ендігі видеода бізде үлкен соғыс болуы мүмкін. Ал видеоның басында айтып кеткен бұл сообщение Skibidilерден келді деп. Неге Skibidilерден келді десеңдер, біріншіден бұл басында осы планшетті біреу жаулап алған сияқты. Сосын тек Skibidi туалеттері Skibidi деп жазады. Камералар Skibidi деп жазбайды. И 65-ші серияда бостар тірі болған негізі. Олар 2-3 сөздерін айтты ғой бізге. Сондықтан да бұл сообщение өтірік. Оны Skibidилер жіберді. Келесі видеода біз точно бостарды көреміз. Телевизорлердің әлемінде TV Man ғалым деген өте ескі телевизор болып саналады. Неге десеңдер, бейджігінде 067 деген санды белгілеп қойыпты. 067 деген не мағына екенін түсінбедім. Бұл может ендігі серияға кішігірім отсылка болуы мүмкін. Типа ендігі серия 67-ші серия болады ғой. Мен неге ескі телевизор дедім? Себебі бұның басында антеннасы бар, және бұл телевизор өте ескі кнопкалер бар астында ше. Вот, осы кнопкалерінен мен бұны ескі телевизор деп атадым. Значит, ескі болғандықтан оның авторитеті де болу керек. Себебі жаңа телевизор олар жас телевизорлер ғой. Ал ескі телевизор ол кәрі телевизор. Ал достар, осымен менің кішігірім обзорым. Егер менің теориямен келіссеңдер, комментарийға я Асхат сенікі дұрыс деп жазып кетіңдер. Или вообще, егер сендердің өздерінің пікірлерің болса, комментарийға жазып кетіңдер. Может. Мен шатасып жатқан шығармын. Может, бұл әшейін теория ғой, мен білмеймін, енді 67 серияда не болатынын ше. Сондықтан да өз пікірлеріңді достар жазып кетіңдер комментарийға. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар, и және лайктарыңды басуды ұмытпаңдар. Осы видеоға көп лайктарыңды бассаңдар, мен келесі видеода озвучка жасауым мүмкін, әбден мүмкін. Давайте достар.